Достар, енді алдыңғы сабақта мен біраз мағлұмат бердім. Сол сабақтың кішкене еске түсіре отырып, және ары қарай жұмыс жасауды жалғастырайық. Енді мен сіздерге алдында мәліметтер базасы туралы біраз мағлұмат бердім. Және сіздерге мәліметтер базасының бізді қызықтырып отырған осы 1С бағдарламасымен жұмыс жасайтын бастапқы мәліметтер базасы. Ол мына папка. Осы папка жаңа біз жасадық. Енді бұл папканың, яғни бұл мәліметтер базасы осы 1С бағдарламасын жасап шығарушылардың ұсынып отырған нұсқасы, ол бізде файлдық вариант, яғни файл ретінде сақталынады. Яғни осы жергілікті өзіміздің компьютерде, қарапайым жергілікті компьютерде осы база файл ретінде сақталынады, және біз оған осы 1С компаниясының шығарған платформасы арқылы қол жеткіземіз. Енді біз болашақта осы үлкен компаниялардың шығаратын мәліметтер базасымен біраз сабақтан кейін танысуымыз мүмкін. Сондай-ақ бізге осы қазіргі бастапқы мәліметтер базасы, яғни файлдық мәліметтер базасымен танысуды жалғастырайық. Енді мен сіздерге алдында айтып кеткендей, осы кітапханадағы берілген мағлұматтарды біз осы 1С платформасын қолданып мәліметтер базасына жүктеу нұсқасын қарастырамыз. Енді оны қалай іске асырамыз? Бұл жерде біз қазір конфигуратор көмегіне жүгінеміз. Яғни бұл жерде көбіне программист мамандар, осы 1С бағдарламасының программистері жұмыс жасайды. Алайда біз системный администратор, қалыпқа келтіру жұмыстарын жасайтын маман ретінде осымен кішкене таныс болғанымыз дұрыс. Сондай-ақ оны 1С предприятие нүктесін басу арқылы да танысамыз. Енді бірінші осы конфигураторды ашып қарайық, және осында бізге қажетті мағлұматтарды енгізейік. Мен қазір осы мәліметтер базасын, яғни жаңа жасаған мәліметтер базасын конфигуратордың көмегімен аштым, және осында өзімізге қажетті шаблонды нұсқаны жасаймыз. Оны қалай жасаймыз? Мен мысал ретінде справочник жасайын қазір. Сол справочникке осы біздің қызықтырып отырған мағлұматтарды енгізейік. Енді ол үшін қарапайым оң жағын басып, қосу нүктесін басамын, және осы жерге есімін беремін. Яғни ол қандай болады? Бізде бірінші қызықтырып отырғаны, мысалы, кітапханадағы берілген барлық кітаптардың аты. Яғни мына қатардың барлығы кітапханадағы берілген миллиондаған кітаптардың санын жазатын бізде бағана болады. Ал одан кейінгі осы кітаптың авторлары, одан кейінгі бағана ол кітаптардың шыққан жылы. Енді бұл мысал ретінде әрине қайталап отырмын. Және мына жерде берілген қатарлар, олар осы әр кітаптың өзіне тек сол кітапқа қатысты мағлұматы берілетін қатар. Енді мен мағлұматтарды енгізуді бастайын, және оның бірінші нұсқасы кітап аты. Яғни осы программист маман конфигуратормен жұмыс жасағанда, мысалы, белгілі бір компанияның, организация, ұйымның қажеттілігіне байланысты осы 1С бағдарламасының берген платформасын жұмысына икемдеп береді. Енді біз қазір мысал ретінде алынған кітапхананың жұмысын икемдейік. Енді бұл жерде бірінші беріп отырғаны аты дейді. Бұл жерде берілетін мағлұматты мәліметтер базасы оқиды, және ол ағылшын тілінде жазылуы тиіс, яғни латын әріптерімен. Енді мен оны теремін. Мысалы, бізде бірінші мағлұмат кітап аты деп терейін, book name. Енді оның арасында сондай-ақ ара қашықтық болмау керек. Және оның синонимі дейді. Енді синонимі деген жерге осы біздің өзімізге түсінікті мағлұматты енгізуге мүмкіндігіміз бар. Яғни мен көшіріп аламын, және осы жерге конфигураторға орналастырамыз. Мына жерге орналастырамыз. Book name, яғни кітап аты. Басқа ешқандай мағлұмат бермей, мен сіздерге қысқаша конфигураторды таныстыру үшін осы мағлұматты енгізейін. Енді бұл жерде бірден жабу нүктесін басайын, және бізге берілген қосылған алғашқы мағлұматты көрейік. Яғни book name, кітап атауы. Енді мен тағы да бұл жерге бір анықтама қосайын, тағы да бір анықтама. Оның атын мен енді оның автордың синонимі, яғни кітап авторы болады. Сондықтан оны қазір қолмен де жазуға болады. Міне кітап авторы, және мен закрыт нүктесін басамын. Сосын тағы да бір анықтама қосамын. Енді ол бізде үшіншісі шыққан жылы.
Сондықтан шыққан жылын қазір көшіріп алайық. Сосын керекті жерге бізге орнатайық. Мына жерге орнатайық. Жоқ, бізде ол синоним болады, сондықтан мұны синониміне қоямыз. Оның осы мәліметтер базасына берілетін нұсқасы, яғни ағылшын тілінде болу керек. Сондықтан мен мысалы қазір ағылшын тілінде жазамын. Published деп жазсам, және осы жерге закрыть нүктесін басайын. Енді көріп тұрсаңыздар, мына жерде қате шықты, дұрыс емес ат дейді. Ол жерде ешқандай басқа, яғни мына жерде қарап отырсаңыздар арақашықтық қалып кетті. Ондай болмау керек. Оның орнына міне астыңғы сызық белгісін қолдансаңыз болады дейді. Сондықтан мен қазір сол астыңғы сызық белгісін қолданып, осы мағлұматты дұрыстап енгізейін және закрыть нүктесін басайын. Енді бізде 3 анықтама пайда болды. Яғни бұл осы 1С компаниясының ұсынып отқан платформасымен жұмыс жасайтын программист мамандардың жұмыс жасайтын терезесі. Біз енді соны мысал ретінде келтіре отырып, 3 мағлұматты, 3 анықтаманы қостық. Енді мен бұны қазір бізде беріліп отырған мәліметтер базасына сақтауға тырысамын. Яғни қалай істеймін? Міне ол бізде мәліметтер базасы, қарапайым файлдық мәліметтер базасы ретінде біздің компьютерде, жергілікті компьютерде сақталып тұр. Мен осында қазір енгізу нүктесін, мына бір кішкене белгішені басамын. Енді көріп отырсаңыздар, бұл жерде мета данналарды, яғни мета мағлұматтарды енгізуде қате кетті дейді. Операция орындалмайды дейді. Олай болса мен окей нүктесін басайын, және біз былай істейік. Бұл жерде бірнеше өзгерістер жасалған сияқты, сондықтан мен қазір мынаны жабамын. Және аламында қайтадан осы 1С платформасын іске қосамын. Сосын тағы жаңадан мәліметтер базасын қосамын. Мен мысалы қазір добавить нүктесін басамын. Жаңа мәліметтер базасын жасау, және оны өзіміздің жергілікті компьютерде жасаймыз, және оның конфигурациясын өзіміз қолдан бірінші программист мамандар ретінде жай қарапайым жасап кетеміз. Мысалы, далее нүктесін басамын. Осы компьютерге сақтаймыз. Оның қайда сақталынатынын көрсетіңіз дейді. Мен тағы да біздің жұмыс үстелін таңдаймын, жаңа папка жасаймын. Папканың атын осы кітапхана деп қоямын, яғни library sample деп жазайын мысалы, кітапхана мысалы, және осы папканы ашамын. Міне көріп отырсаңыздар, осы library sample-ды қосты. Одан кейін тілін өзгертпеймін, далее нүктесін басамын, және ешқандай мағлұматты өзгертпей, дайын нүктесін басамын. Енді мына жерге қазір керекті файлдар шығады, міне шықты. Одан кейін мен былай жасаймын. Осы жерге қазір осы жаңадан қайтадан конфигуратормен кіремін, яғни программист мамандардың жұмыс жасайтын терезесі. Және осы жерге бізге қажетті конфигурацияны жасаймын. Открыть конфигурацию, оның ішінде бізге қызықтырып отырғаны анықтамалар. Анықтамалардың ішіне жаңа анықтама қосамын. Оның атын book name деп атаймын. Және осы жерде бізге синонимді ұсыныңыз дейді. Ол синоним бізде кітап аты. Көшіріп аламын. Мында қоямын. Және закрыть нүктесін басамын. Осылай тағы да екеуін қосамын мен қазір. Үшінші анықтаманы қосайық. Үшінші анықтама бізде ол шыққан жылы, яғни published year. Бұл мағлұматтарды мәліметтер базасы оқиды, яғни жаңаға файл оқиды. Енді мына жерге жылы деп жазу керек негізі бізге қазір. Шыққан жылы. Енді мен тағы да закрыть нүктесін басамын, және қарап отырсаңыздар, бізде 3 анықтама пайда болды. Енді мен мәліметтер базасының конфигурациясын жаңарту нүктесін басамын, және күтеміз. Қарап отырсаңыздар, осы мәліметтер базасының структурасында өзгерістер болып жатыр дейді. Соны қабылдайсыз ба дейді. Мен қабылдау нүктесін басамын. Және осы жерде бізге қажетті мағлұматтар енгізілуі керек. Енді не істейміз? Мен мынаны қазір жинаймын. Және 1С предприятие бағдарламасын қайтадан жіберемін. Енді біз жаңа конфигуратордың көмегімен кірдік. Енді мен 1С предприятие, яғни қолданушылар, ол қолданушылар қарапайым 1С бағдарламасымен жұмыс жасайтын, платформамен жұмыс жасайтын, бухгалтерлер, есепшілер, яғни логист мамандар немесе басқа да кез келген қолданушы болуы мүмкін. Сондықтан мен осы бағдарламаны басамын қазір. Және осы бағдарлама ашылғаннан кейін
бізге қарап отырсаңыздар, біздің жасаған жаңағы мысал ретінде конфигурация шықты. Яғни автор кітап аты шыққан жылы дейді. Енді мен авторды бассам, мысалы, осы жерге кітапханада берілген кітаптардың бүкіл авторларының санын мен мына жерге жаза аламын. Мысалы, мен қазір мына жерге создать нүктесін бассам, атауы дейді, яғни кез келген автордың атауын беруге болады. Мысалы, бірінші бізде кітаптың авторы Мұхтар Әуезов. Көшіріп аламыз және осы жерге қоямыз. Мұхтар Әуезов деп жаздым. Енді записать и закрыть нүктесін басайын. Көріп отырсаңыздар, бірінші автор пайда болды. Сондай-ақ мен тағы да қосу нүктесін басып, осы жерге осы мағлұматтарды енгізе аламын. Міне мен 3 авторды енгіздім. Яғни олар авторлар бізде жасаған тізімде пайда болады. Енді кітап атауы дейді. Мен кітап атауына да осы жерге 3 кітаптың атауын енгізе аламын. Яғни Абай жолы. Екіншісі Тар жол тайғақ кешу. Міне мен 3 кітапты қазір қостым. Енді шыққан жылдарын толтырайық. Міне мен шыққан жылдарында жаздым. Енді қарап отырсаңыз, бізде авторы, кітаптың аты және шыққан жылы деп 3-ке бөлдік. Енді бұл мағлұматтардың арасында ешқандай байланыс әзірге жоқ. Бұл тек қана мысал ретінде келтіргені түсінікті. Енді қараңыздар, осы жерде бізге осы 1С компаниясы ұсынып отырған платформа және оның жасаған конфигурациясы бізге қандай мүмкіндік берді. Яғни біз кез келген мағлұматты енгізіп, оны белгілі бір деңгейде жұмысқа ыңғайлап конфигурация жасасақ, онда ол бізге өзіміздің күнделікті істерді автоматтандыруға рұқсат береді. Яғни мынандай үлкен каталогтың барлығын осылай электронды түрде тізіп шығуға болады. Және осы жерде жалпы мәліметтер базасының басты атқаратын қызметі ол осы мағлұматтармен жұмыс жасауды оңайлату. Мынандай үлкен тізімдердің барлығы тізілгенде, яғни Excel файлында да оны табуға мүмкіндік бар. Алайда осындай платформалар және осындай құралдардың арқасында біз оны тез таба аламыз. Мысалы, мен қазір мына жерде бір автордың есімін іздесем және табу нүктесін бассам, көріп отқандарыңыздай бізге қажетті мағлұматты шығарды. Енді бұл конфигурация мысал ретінде алынды және көріп отқандарыңыздай мен әшейін тез арада жасап шығардым. Енді оның жұмысқа мүлдем жарамсыз екені түсінікті. Сондықтан бізге жұмысқа жарамды мысал ретінде алынған үлгі конфигурацияның бір түрін қарап көрейік. Мына жерде бухгалтерия, Қазақстанға арналған бухгалтерия, соның оқуға арналған 1С предприятие, яғни қолданушы ретінде ашып көремін және қараймыз. Окей нүктесін басамын. Қарап тұрсаңыз, мұнда көптеген мағлұматтар шықты. Мен бұның қызықтырмаған мағлұматтардың барлығын әзірге жабайын және де сіздерге кішкене мысал ретінде таныстырайын. Мынау осы Қазақстандағы есеп қисапты жүргізуге арналатын конфигурацияның бір түрі. Яғни бұл конфигурацияны жаңа біз жасаған мысалдағыдай кішкентай мынау мысалдар сияқты осының барлығын белгілі бір программист мамандар толтырып шыққаны анық. Енді ол жердегі мағлұматтарды қарап өтсеңіз, мына жерде банк және касса дейді, сатып алу, сату, қойма, тағы сол сияқты көптеген мағлұматтар бар. Мысалы кадрлық есеп жүргізу, соның ішінде жұмысқа қабылдау дейді. Енді мен бұл жерде бұл бағдарламамен қолданушы ретінде қолданбағандықтан аса білмеймін. Соның ішінде мысалы қайсысын қарауға болады. Соның ішінде кадрларды басқару мысалын ретінде алсақ, мысалы жұмысқа қабылдау деген нұсқаны қарайық және осы жерде не бар екенін қарастырайық. Мысалы қосу нүктесін қарастырсақ, бізге беріп отырған номер дейді, қай номер болатыны, және осы жұмысшыны қосу ұсынылып отыр. Соның ішінде мысалы жеке тұлға дейді. Міне сол сияқты көптеген конфигурацияның бізге бар екені көрсетілген. Енді мен сіздерді 1С платформасы не екенін және оның неге арналғандығын кішкене қайталап кеткім келіп отыр. Мысалы, мынау 1С компаниясының шығарған платформасы. Яғни бұл платформа, егерде бұл жерде конфигурация болмаса, мысалы бухгалтерлік конфигурация болмаса, немесе басқа да мәліметтер базасы болмаса, тек қана программистерге қызық болатыны анық. Алайда осы жерде
белгілі бір конфигурация, яғни программисттер жасап шығарған шаблондардың негізінде қолданушылар, күнделікті офистік қызметшілер қолданып, осы бағдарламамен өздерінің жұмысына қажетті барлық қызметті атқара алатыны түсінікті. Енді мен сіздерге айтатын бір нәрсе, мысалы, конфигурация жасағанда, осы бухгалтерлік конфигурацияны біз жаңа оқу нұсқасымен бірге көшіріп алдық, және ол үлгі конфигурациясы болып саналады, яғни бұны 1С компаниясының программистері, осы компанияның жауапты адамдары жасап шығарады, мамандары. Ал біздің жасаған конфигурация бұл әшейін қарапайым үлгіге жатпайтын, яғни не типовой нұсқасы. Бұл нұсқаны біз өзіміз қолдан жасап шығардық.